Бумен ингаляция жасаудың пайдасын білесіз бе? Бумен ингаляция жасау жөтел, тұмау, ангина, тамақтың ауруы мен мұрыннан су ағу, бітелуі сынды тыныс жолдарының аурулар кезінде сауығуға көмектесе алады. Бірақ көбіміз бумен ингаляцияларды дұрыс жасауды білмейміз. Назарларыңызға ингаляция дауасына қатысты ақпаратты ұсынамыз. Бумен ингаляция жасау қандай да бір ыстық, қайнап тұрған сұйықтықтан, әдетте судан шығатын бумен дем алу. Ингаляция тыныс жолдарын жылытып, қозып тұрған тамақты тыныштандырады. Бірталай бактерияларды өлтіріп, сауығуға көмектесе алады. Ең біріншіден бумен ингаляцияны дененің қызуы көтеріліп тұрғанда жасауға мүлдем болмайтындығын айта кету керек. Тіпті дене қызуы 37 градусты көрсетіп тұрса да, жасалынған ыстық ингаляция сіз үшін қауіпті бола алады. Сондай-ақ бұл ингаляцияларын балаларға дәрігердің нұсқауынсыз жасамаңыз. Балалардың терісі мен ішкі мүшелері нәзік болатындықтан, жоғары температура ішкі мүшелерді күйдіріп жібере алады. Ингаляцияның негізі ретінде нені қолдануға болады? Ингаляцияның негізі картоп піскен су бола алады. Ол үшін суды қайнатып, картоп пісіріңіз, үстіңізге орамал жауып, осы бумен дем алыңыз. Дауы 20 минутқа жалғасын. Сондай қарапайым қайнаған сумен де ингаляция жасауға әбден болады. Қайнаған шайнектің шүмегіне конус пішінде оралған қағазды салып, содан шыққан бумен 10 минуттай дем алыңыз. Шайнектегі суға шөптер қосу арқылы да дауаның әсерін жоғарылата аласыз. Өзіңізге ұнаған не белгілі бір ауру кезінде қолданылатын емдік шөптің түрін, не эфир майының бір-ақ тамшысын қосыңыз. Жөтелде эвкалипт немесе лимон эфир майлары жақсы кетіре алады. Егер мұрныңыз ағып не бітеліп тұрса, мұрныңызбен дем алыңыз. Сәйкесінше тамағыңыз ауырып тұрған жағдайда ауызбен терең асықпай дем алыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.